Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 112-ші сабақта біз қарсы мәнді сын есімдер деген тақырыпты өтетін боламыз. Каналға жазылуды ұмытпаймыз. 38-ші тапсырмада мәтінді оқы дейді. Тоқтар әкесінен мүлде ерте айырылды. Содан бірер жыл Теміртаудағы жездесі Нығметтің үйінде тұрған соң шешесі Камиля қала тіршілігіне көндікпей ауылға қайта көшкен. Тоқтар орталау мектепті сол Қарқаралының ТЖ-сы дегеніміз трактор жөндеу станциясын бітіріп, әрі қарай оқуын жалғастыру үшін тағы да әпке жездесінің қолына барады. Кешкі мектепте оқи жүріп күндіз жүкші болып жұмыс істеді. Келер жылы зауытқа токарлық жұмысқа ауысты. Бала Тоқтардың аты елге таныла бастады. 18-ге толмай жатып суреті құрмет тақтасына ілінді. Кешкі мектепте оқуын да жалғастыра берді. Аэроклубта парашютпен секіруге, кейіннен ұшуға жолдама алды. Алғаш әуеге көтеріліп ұшуға жаттығып жүрген кезінде мемлекеттік аттестат алуға емтихан тапсырды. Тоқтар 1965 жылы Қарағанды облыстық комсомол комитетінің жолдамасымен Армавирдегі ұшқыштар даярлайтын жоғары әскери училищеге оқуға түсті. 1976 жылы Микоян атындағы авиақұрастырушылар бюросына қабылданғанда өзінің өлімге бас тіккенін сезінбей қойған жоқ. Тоқтар бәрінде ой елегінен өткізді. Өзіне дейін қазақта бірде-бір сынаушы ұшқыш болмағанын ол жақсы білетін. Бәлкім маңдайына жазғаны осы шығар. Ана тілінде тілдесетін пенде таба алмай, ыңылдап ән салатын, жүрегі шымырлайтын кездері де болатын. Жүсіпбек Қорғасбектің жазғаны екен. Енді тапсырмада мәтіннің мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар дейді. Бұл жерде қандай сұрақ қойса болады? Тоқтар әкесінен қанша жасында, қашан айырылды десек болады, ерте айырылды. Одан кейін кешкі мектепте оқып жүріп күндіз қандай жұмыспен айналысты десек болады. Күндіз ол жүкші болып жұмыс жасады. Тоқтар қанша жасында құрмет тақтасына ілінді? Ол 18-ге толмай жатып құрмет тақтасына ілінді. Ол 1967 жылы қандай училищеге оқуға түсті? Ол Қарағанды облыстық комсомол комитетінің жолдамасымен ұшқыштар даярлайтын жоғары әскери училищеге оқуға түсті. Одан кейін 1976 жылы қандай бюро қабылдады? Микоян атындағы авиақұрастырушылар бюросы қабылдады. Одан кейін мәтінде кездескен жаңа сөздердің мағынасын түсірме сөздіктен қарап біліп ал дейді. Аэроклуб дегеніміз авиациялық спорт саласында жұмыс істейтін ұйым. Одан кейін қалған сөздердің барлығы түсінікті. Тоқтар Әубәкіров туралы мәтінде айтылған ақпараттарды қосымша дерек көздерден біліп ал дейді. Тоқтар атамыз туралы көп деректер, соның бірі Тоқтар атамыз орта жүздің арғын тайпасының Қаракесек руынан шыққан. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің құрметті профессоры. Енді 39-ші тапсырмада мақал мәтелдердің қатесін түзеп жаз дейді. Үлкен кісі қостар, кіші бастар дейді. Ол бұлай жазылмайды, үлкен кісі бастар, кіші кісі қостар болады. Одан кейін жаман болсаң озарсың, жақсы болсаң азарсың. Бұл жерде жаман болсаң азарсың, жақсы болсаң озарсың. Одан жақсы бала тойлағыш, жаман бала ойлағыш деді. Керісінше жақсы бала ойлағыш, жаман бала тойлағыш болады. Осы жердегі сын есімдерді тап, олардың мағынасына назар аудар дейді. Олар жердегі сын есім үлкен, кіші, жаман, жақсы деген сөздер, яғни бұл сын есімдер бір-біріне қарама-қарсы сын есімдер. Енді мына жердегі ережені есте сақтайық, мағыналары бір-біріне қарсы сын есімдерді қарсы мәнді сын есімдер деп айтады. Мысалы, қалың жұқа, жаман, жақсы. Ал енді 40-ші жаттығуда өлеңді оқып жатқа жаз дейді. Үйрен жақсы әдептен, жирен жаман әдеттен. Қарсы мәнді сын есімдердің астын сыз дейді, әрине жақсы және жаман, бұл жерде. Енді 41-ші тапсырмада берілген сын есімдерді қатыстырып сөйлем құра дейді. Мейірімді, инабатты, жуас. Менің анам өте мейірімді деп жазамыз, және де қазақтың әрбір қызы инабатты деп жазамыз. Ал енді жуас дегенге менің жуас жылқым бар деп жазайық. 42-ші жаттығуда берілген сөздердің сын есім екенін дәлелдеп, оларға қарсы мәнді сын есімдерді тап дейді. Ірі, жұқа, құрғақ. Дәлелдеу үлгісінде айтамыз. Бұл сын есім өйткені заттың түсін, көлемін, тағы да басқасын білдіреді, қандай деген сұраққа жауап береді деп. Енді ірі дегеніміз бұл сын есім, өйткені заттың өлшемін білдіріп тұр, қандай деген сұраққа жауап беріп тұр, оған қарсы мәнде сын есім ұсақ болады. Ал енді жұқа дегеніміз ол сын есім, заттың сапасын білдіріп тұр, қандай деген сұраққа жауап береді, қарсы мәнде сөзі қалың. Ал құрғақ дегеніміз бұл да сын есім, өйткені заттың сапасын білдіріп тұр, қандай деген сұраққа жауап беріп тұр, және оған қарсы мәнде сын есім дымқыл болады. Енді 43-ші тапсырмада мағынасы жуық сын есімдерді бір бөлек, қарсы мәнді сын есімдерді бір бөлек топтастыр. Неліктен солай топтастырғаныңды дәлелде дейді.
Қараңдар, мағынасы жуық сын есімдер бұл жерде. Ізетті, ибалы, одан кейін қарт, кәрі болады, момын, жуас болады, және сұлу, көрікті болады. Ал енді қарсы мәнде сын есімдер ол кең, тар, аласа, биік, лай, тұнық, ауыр, жеңіл болады. Неге бұлай топтастырдық? Себебі қарсы мәнді сын есімдердің мағынасының қарама қарсылығына қарап, ал мағынасы жоқ сын есімдердің мағынасы бір-біріне жақындағына қарай топтастырдық. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сабақта түсінікті болса лайк қоюды ұмытпаймыз. Келесі жаңа сабақтарда кездескенше сау болыңыздар.